Сәлем достар, барлықтарыңызға. Мен бұл істілеу таргетологпын. Өз каналымда таргетке қатысты құнды ақпараттарды тегін бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгін көбісінің көкейінде жүрген жалпы таргет дегеніміз не? Таргетолог дегеніміз кім? Таргетологтар қалай табыс табады? Оларға кім ақша төлейді? Осы жайлы сұрақтарға қазір жауап беретін боламын. Ең бірінші, таргет дегеніміз не? Менің негізі осы каналым жалпы таргетологтарға сату бойынша және психология бойынша пайдалы ақпараттармен бөлісемін деп шешкен болатын. Әзірге сіздерге тек қана таргетке қатысты ақпараттар айтып жатырмын. Бірнеше видеолар салдым, соның ішінде сұрақтарда жалпы таргет дегеніміз не? Көбімізге түсініксіз болып жатыр деп жазған. Таргет дегеніміз, сіздер қарапайым инстаграмда отырған кезде алдарыңыздан жарнама шығады, подробнее батырмасын бас деп. Аяқ асты сіздер сторис қарап отырған кезде, я болмаса посттарды, рилс қарап отырған кезде жарнама шығады. Бір нәрсе, кез келген киім болсын, сіз не қарап қызығып іздедіңіз инстаграм аккаунттан. Мысалға, сіз бүгін бір киім іздедіңіз, балалар киімін іздедіңіз. Ертеңіне сіз стористерді қарап отырған кезде инстаграм сізге бірден сол бойынша жарнама бағытын көрсететін болады, байқасаңыз. Мысалы, балаңызға киім іздедіңіз ба? Ертеңіне стористі бақылап отырсаңыз, бірден соған қатысты жарнама киімдер шығады. Подробнее батырмасын бас, я болмаса свайп жаса деген видеолар шығады, просто баннерлер шығады. Бұның барлығы таргет деп атаймыз. Яғни жарнама. Бұл Facebook арқылы Instagram аккаунтқа шығатын жарнама түрін айтамыз. Таргетологтардың барлығы жарнаманы Instagram аккаунтқа осы Facebook арқылы шығарамыз. Facebook арқылы Instagramның сторисіне, постына, рилсына, барлығына біз жарнаманы жасайтын осы таргетологтар жасайды сол дүниені. Бұны біз бизнесі бар жандардың бизнесін жүргізу арқылы таргетологтар табыс табады. Жаңа біріншіден сіз айтқанымдай сіздер таргетті түсіндіңіздер, бұл Instagramдағы жарнама. Бұл жаңа Facebook арқылы шығарады. Instagramдағы жарнаманы таргет деп атаймыз. Сізге түсіндіруде осы жарнаманы айтамыз. Келесі, таргетолог болып қалай табыс табамыз? Таргетолог болып жалпы біз таргетологтар бұл онлайн жұмыс, таргет дегеніміз онлайн жұмыс. Таргетта бір SMM, мобилография, копирайтинг секілді, бұл да бір таргет деген инфобизнестің бір саласы, яғни ақпараттық сала. Бұл бізде қазір ең дамыған кезең, үйде отырып барлығы онлайн түрде жұмыс жасап табыс табуға мүмкіндігі бар. Мен қазір сіздерге SMM-мен салыстырып таргетті түсіндіріп берейін, өзім таргетолог болғандықтан, мысалға SMM мамандары бар, SMM мамандары аптасына 2 рет болсын, 3 рет болсын, сол мысалы белгілі бір магазинмен келістік дейді. Мысалы біз женская одежда, әйелдер киім сататын бір дүкенмен, мысалы мен таргетолог болып жұмыс жасаймын, және бір SMM қыз бар, Енді қараңыз, SMM маманы ол аптасына 3 рет, болмаса 2 рет клиенттің қалауымен ол барып, сол жақты суретке түсіріп, видеолар түсіріп, Instagram аккаунтын жүргізеді SMM маманы. Яғни постын салады, сторисін салады, жаңағы актуальный стористерін салады, рилстарын салады, барлығын SMM мамандары жасап отырады. SMM маман. Ал таргетологтар, мен таргетолог болсам, мысалға сол дүкенде жұмыс жасасам, таргетолог маманы ретінде, мен оларға клиент әкеп берем. Мен барып жұмыс жасау таргетологтың міндеті емес. Бізге SMM маманы видео дайындап береді, болмаса өзіміз дайындауымызға болады, баннер, креативті дайындап, таргетке қосамыз, бізге клиенттен ештеңе қажет емес. Біз кәдімгідей үйде отырып жұмыс жасауға мүмкіндік өте жақсы таргетте. Ал SMM жағынан бұл кәдімгідей барып жұмыс жасауды талап етеді. Мен салыстырмалы түрде айтып отырсам, таргетке қажет дүние бұл осылай алдыңызда компьютеріңіз болса, жақсы телефоныңыз болса, болды, Facebook арқылы таргетті қосатын боламыз. Ал бізге кім ақша төлейді? Осы бизнес иелері бізге ақша төлейді. Сол кісілердің таргетін шығарып, рекламасын жасап, клиент әкеп бергеніміз үшін біз өзіміздің қызметімізге ақша аламыз. Яғни ол апталық, айлық болып жұмыс жасаймыз. Уже айлап жұмыс жасаған уақытта бізде екі ортада договоры болады. Сол арқылы қол қойып, келісіп жұмыс жасайтын боламыз. Айлап жұмыс жасаймыз. Яғни бұл жерде
біз оның үнемі клиент әкеліп беріп отырамыз, инстаграмын дамытып отырамыз. Инстаграм дамыту деген қалай? Бұл жерде біз сторис посттарын салу таргетологтың міндеті емес, тек қана жарнамасын шығарып, күнделікті отчетін тапсырып отырамыз клиентке. Яғни қанша бюджет кетіп жатыр, қалай болып жатыр, қанша адам ол адамдарға жазып жатыр, соның барлығы бізде таргетологтың қызметіне кіреді. Жалпы сіздерге түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Таргетологтың не жұмыс жасайтыны, бұл тек қана мен SMM маманымен салыстыру арқылы SMM маманымен таргетолог бірге жүреді. Мысалы, кейбір жандар бар, таргетті да, SMM-ді да бірге алып жүрген жандар бар. Кейбіреулер болады, әртүрлі салада жүреді. Мен мысалы SMM қызметін атқармаймын, тек қана таргетологпын, яғни ол кісілердің жарнамасын жасап беремін. Ешқандай бармаймын, кездеспеймін, онлайн түрде осылай телефонмен барлығын шешіп, келісіп, сол арқылы мен айлық өз ақшамды аламын, оларға клиент алып келіп отырамын. Ал енді таргетологтар қанша табыс табады? Мысалы, мені қарап жүрген, енді бастап жүрген таргетологтар болуы мүмкін, енді қызығып жүрген енді бастап жүргендер болуы мүмкін, я болмаса бұрыннан жұмыс жасап, бірақ өзін қымбатқа сата алмай жүрген таргетологтар болуы мүмкін да. Ең басында шыны керек, мен таргетті тегін жасап беретінмін. Бізде услуга деген болады, және бюджет деген болады. Қазір сіздерге айта берейін, бірақ енді түсініксіз болуы мүмкін, бірақ айтайын. Услуга деген ол біздің қызметіміз үшін алынатын ақша, бюджет бұл Facebooktың алатын ақшасы. Яғни клиент екі жағдайда ақша төлеген. Бұл бюджет Facebooktың алатын ақшасы, клиенттің картасына Facebook өзі алып отырады. Және услуга бұл таргетологқа төленетін ақша. Күнделікті алсаңыз болады бюджетіңізді. Мен бастапқы уақытта тегін жасадым. Шыны керек, маған отзыв керек болды, кейс керек болды. Ұмытып қалмас үшін мен тегін болса да адамдармен жұмыс жасайтын едім. Одан кейін уже менде услугамды жайлап өсірдім. Менде студенттерімде де бар, тегін бастағандар, бірден ақылы түрде. Олар күндікке 2000 теңгеден, мысалы 3000 теңгеден осылай аздан бастап өздеріне опыт жинайды, кейс жинайды, отзыв жинайды, осылай бастауға болады бастапқы кезде. Ал негізінде таргетологтар кем дегенде бір айға, жоқ дегенде 50 000 теңгемен келісуге болады. Бір айға сізге клиент өз услугасын таргетологқа 50 000 теңге беріп қояды, сіз оның бір ай бойы таргетін шығарып бересіз. Ал енді ойлаңыз, сіз бір ғана проектіден 50 000 теңге аласыз, кемінде 4 проектімен жұмыс жасасаңыз, сіз 200 000 теңгені үйде отырып табуға мүмкіндігіңіз бар. Яғни мейлі сіз студент болыңыз, мейлі сіз декретте отырған ана болыңыз, жалпы осы салаға қызығатын болсаңыз, дәл осындай жақсы табысқа жетуіңізге болады. Ең аз дегенде осы таргеттен осылай табыс табуға болады. Бұл менің өз практикамда болған дүние болғандықтан сіздерге айтып жатырмын. Мысалы, сіз женская одеждамен жұмыс жасасаңыз, белгілі бір магазинмен, басқа да магазиндерге өз услугаңызды ұсынсаңыз болады. Мен мынадан осындай нәтижеге жеттім, сізді де жақсы нәтижеге жеткізе аламын, бірге жұмыс жасайық деп, сол кісімен мысалы солай екінші проект аласыз, тағы үшінші проект аласыз, төртінші проект аласыз. Солай жоқ деген 50 000 теңгемен бастасаңыз болады. 50 000 теңгемен 200 000 теңге аралығында, тіптен 300 000, 150 000 теңгеге де өз услугаңызды қойсаңыз болады. Яғни бизнес иесіне байланысты жақсы үлкен бизнес түрлері болса, оларға тіптен өз услугаңызды қымбатқа ұсынуға мүмкіндік бар. Қазір дамыған заман болғандықтан онлайн түрде жұмыс жасап, осылай да жақсы табысқа жетуге болады. Жалпы сіздерге таргет дегеніміз не, таргетологтар қалай табыс табады деген түсінікті болды деген ойдамын. Келесі видеоларда сіздерге қымбат чекке қалай жабуға болады, сол жөнінде түсіндіріп беретін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда да пайдалы ақпараттарды бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.